Саламатсыздар ма, құрметті көрермен қауым. Бүгін біз сіздерді Жамбыл облысы Байзақ ауылы Саркемір ауылының номер 1 мектеп гимназиясының мектеп шеберханасындағы көркем еңбек пәні бойынша ұлдар тобының жасаған бұйымдарының көрмесімен танысуға шақырамыз. Бұл бұйымдар қолжетімді әртүрлі материал түрлерінен жасалынған. Мысалы, ағаш, жұқа қаңылтыр, темір, сүйек, былғары, ПВХ және арақыл қалдықтары, тағы басқа сол сияқты материал түрлері қолданылды. Бірінші, алдарыңыздағы мына бұйым қойдың киелі жауырын сүйегі, домбыра және ағаш төңкесінен құралып жасалынған. Екінші, ал мына бұйым өгіздің мүйізінен әшекейленіп жасалынған. Үшінші, келесі ол ағаш пен көне тиыннан құралып жасалынған музыкалық аспап асатаяқ болып табылады. Төртінші, гипстен жасалған Түркістан кесенесінің мүсінді рельефі. Бесінші, бұл ағаштан ойылып жасалған қазақтың қымыз құюға арналған ожау түрлері. Алтыншы, бұл тоқу, өру тақырыбына байланысты мына қамшы түрлері жасалынуда. Жетінші, ПВХ мен арақыл материалдарынан мына макеттердің көптеген түрлері бой көтеруде. Мына өздеріңіз көріп отырған көрмедегі макеттер жинағы біздің мектебіміздің жоғары сынып оқушыларының қол еңбегімен жасалған дүниелер, шығармашылық жұмыстары. Бұл жұмыстар аудандық, облыстық және республикалық байқаулардың жүлделі орындарын иеленген. Негізі біздің номер 1 мектеп гимназиясы Жамбыл облысындағы макеттану жанрын ең бірінші болып қолға алған мектеп болып табылады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.